Ассалаумағалейкум. Мына біздің жаңа қорамыз ноябрь айынан бастап кірген, қараша айынан. Қазір желтоқсанның аяғы ма, жаңа жылға бір 3 күн қалды ма. Міне мынандай боқ астына толды қилар. Енді бүгін тазалауға кірістім, уже тола бастапты. Мына жағы бір 50 сантиметр бар ма, сондай толыпты. Түсінбеген кісілерге міне поддоны астындағы. Мынау 3 бөлікке бөлінген. Ана бір жерден тағы біреу бар. Мынау бөлек алынады, ар жағы бөлек алынады. Ана ортаның өзі 3-ке бөлінген. Ар жағы, бергі жағы 3-еу, анау 3-еу. Сөйтіп асын жеке-жеке тазалап аламыз. Мынау тап-таза болып жататын еді. Кішкене боқ толғаннан кейін көрдіңіздер ме, сыртына шыға бастады. Әйтпесе анау сияқты. Ар жағы мысалы толмаған, мына жағы толмаған. Тап-таза болып тұр да. И ешкінің бір ақылдылығы ортаға сиет. Мына жерде молодняктар тұрады, биылғы шөпіштер. Ешкі болып қалды енді, оларда буаз. Тап-таза. Мыналар таза жатады, шет-шетіне жатады екен, ортасына сиет. Мынаны тазалаймын. Ал мынау уже тола бастады. Кішкене кешіктім. Содан кейін сырты былғана бастады уже поддонның сырты. И мына жақта жерде аз үш-ақ ешкі тұрады. Бұларда тола бастапты. Жерде де 3-еу, таза былай. Осы біздің жаңа қорамыз. Лампочка шағылысып тұр, негізі жоғары қағылу керек еді, сонымен қалып қалды. И содан кейін бізде мынандай жаңалық бар. Мынау пластмасс Уази папамыз берген. Осы пластмасс мына ішіне түсірем да, мына жерге салам да, жемін берем. И мынанікі былай. Мынау алдында коллидор дозынан тұрғызып қоятын. Ертай мен берден бауырым келіп жасап берді. Не қылып қоятындай. Мына коллидорда кейін лақтар жүрсе де сондай. Біздің шаруашылық осындай. Биыл енді стенкасын сылай алмадым. Стенкасын сылап, Қарағандыда Асқараға ұқсап ішін бәрін әктеп тазалап қойсам, әжептәуір болады. Мына жақта лақ қора. Ана жерде лақтың кішкентай несі, жаңағы қызыл лампа қойып, соның ішінде жатады. Мына жақта жай кезде осы жерде жүреді. Ішінде мынаның іші кең. Мына жерде жем жейтіні, мынау шөп жейтіні. Нереге бір тауық кіріп туып жатыр. Нереге ешкі саламыз. Мына жерде текеге де арнаған, мен текелердің бәрі сатылып кеткеннен кейін бұл жерде бөліп қоймын шөпіштерді. Мына жерде ротзал деген, бұл жерде де буаздары да тұрады. Сонда общий загон, 1-2 загон. Мына жерде үлкен ешкілер, ана жерде молодняктар. Біздің қыстық жылы қора осы жалпы. Төбесі қамыс, оның ар жағы стекловаты болған, қамыс көрініп тұршы еді. Ертай мен берден келіп мынаның бәрін қақты ғой. Алла разы болсын ол жігіттерге. Әйтеуір менен отказ жоқ ол жігіттер. Келеді, мынау осындай болып тұр десем келіп жасап кетеді, мынаны жасап кетті. Мынаны жан-жағы ашығып, мынаны бекітіп кетті. Сондай жаңалық бізде. Биыл ешкі қораны сөйтіп жасаттым. Мынадан иіс шықпайды. Мынаның бәрі көң болып былжырап, үстілері, аяқтары әлем болатын еді. Соның бір плюсы, лай сідікпен жүрмегеннен ешкінің тұяғы өспейді екен. Таяқ тақтаның үстінде жүреді, таяқ бет ағаштың үстінде. Содан кейін ешкінің тұяғы өспейді екен, бір жақсы жері. И таза жатады. Былғанған себебін айттым, себебін асты көрдіңдер ме, толайын деп қалып, содан кейін бетіне шығып жатыр. Тазалағаны кейін міне. 2-ақ шелек салып бастадым, видео түсіре салайыншы, адамдарға керек па деп. 2 шелек салып, бісміллә деп қораны тазалап бастап жатырмын. Андай поддон. Түсінбесеңіздер тағы түсіріп, қолым босағанда тағы түсіріп жіберем. Жалпы жылы қорам осы менің. Обязательно комментария жазыңыздар, міндетті түрде. Пікір қалдырамыз. Ойларыңызбен бөлісіңіздер. Кемшілік болса айтыңыздар. Мына жағы жартылай сыланған енді. Тек қана ақтау керек ішін. Жалпы жылы қораның осы реті осындай.
менің YouTube, Instagram, TikTok'ыма тіркеліп, пікір қалдырыңыздар. Құдай қаласа 1 ай қалды ешкім төлдеуіне.